Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Бұл дана сөз халқымыздың маңдай термен тапқан адал еңбекті қастерлейтінін білдіреді. 27 қыркүйек Қазақстанда еңбек күні. Бұл күн әрбір салада тынбай еңбек етіп жүрген жандарға алғыс айтып, олардың еңбегін дәріптейтін күн. Қарапайым жұмысшы да, мұғалім, дәрігер, құрылысшы, жүргізуші бәрі де еліміздің дамуына үлес қосып келе жатыр. Әрбір еңбек құрметке лайық. Еңбегімен елге үлгі болған жандарға бас иеміз. Назарларыңызға еңбек бәрін жеңбек атты видео ақпаратты ұсынамыз. Еңбек күні Қазақстанның тұңғыш президенті елбасының 2013 жылғы 22 қазандағы номері 698 жарлығымен қоғамдағы адам еңбегінің беделін өсіруге, өндіруші еңбекті ынталандыруға, жұмыс мамандықтарын насихаттауға және өндіріс саласына жастарды тартуға, жұмыс сәулетіндегі көп жылдық дәстүрді нығайту мақсатында жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру идеясын нығайту шеңберінде белгіленді. Бұл күнді мерекелеудің негізгі мақсаты өнімді еңбекті ынталандыру, жастар арасында жұмысшы мамандықтарды насихаттау және президенттің жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру жөніндегі идеясы шеңберінде жұмысшы әулеттерінің көп жылдық дәстүрлерін нығайту болып табылады. Сонымен қатар, еңбек ардагері медалі бекітілді. Марапат еңбек қызметінде жоғары нәтижеге қол жеткізген, өндіріс озаттарына еңбек өтілі 40 жылдан асқан бір салаға кемінде 10 жыл еңбек сіңірген жұмысшыларға беріледі. Шакизат Дармағамбетовтың «Еңбек бақыты» атты жаңа жинағынан бар бақытын ерікті еңбектен тапқан, советтік әділ заңның аясында адамзат бұрын көріп білмеген, болашаққа кәміл сенімі бар қарапайым еңбек адамдары өмірімен, тіршілік тынысымен жан-жақты танысады. Кәрмұхан Бекбергеновтың «Ер бақыты еңбек» атты бұл жинаққа тың жерді игеруші коммунистер мен комсомолистердің көзделген мақсатқа жету жолындағы авангардтық рөлі, совет адамдарының ерлік еңбегі жайлы очерктер енгізілген. Новиковтың «Ауыл шаруашылығы жайлы сұхбат» атты кітабында ауыл шаруашылығын механикаландырудың, өндірістің химиялық және биологиялық технологиясының жолдары мен проблемалары жайында, осы заманғы ауыл шаруашылығын өркендетудің экологиялық аспектілері туралы әңгімелейді. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты Есбол Жамалбековтың «Жер ырыс кіндігі» кітабында топырақтың қасиеттері, оның құнарлылығы үшін күрес тарихы жайлы қызықты деректер баяндалады. Еркін Рамазановтың «Тың жұлдыздары» еңбекпен есейген ерлер жинағында тың игеруші социалистік еңбек ерлерінің ерлік, еңбек жолдарын баяндайтын очерктер топтастырылған. Ақбұлақ атты бұл жинақта республикамыздағы сүт молшылығын жасаушы, озат салушылардың еңбегі мен бүгінгі тыныс тіршілігі әңгімеленеді. Ердің даңқы еңбекте атты бұл кітапта тың игерудің алғашқы күнінен бастап еңбектеніп келе жатқан ардагерлер, орта буын, кейінгі буынның өкілдері, шебер механизаторлар, білгір бригадирлер, тәжірибелі агрономдар туралы очерктер берілген. Кітап ауыл село еңбеккерлеріне, көпшілік оқырмандарға арналған. Назарларыңызға рахмет.